Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді үй жағдайында өз қолымызбен бургер жасайтын боламыз. Ең бірінші қамырымызды жасаймыз. Жылы сүтімізбен суымызды құйып, оның үстіне ашытқымызды, шекерімізді, сұйық майымызды саламыз. Және 100 грамм ұнымызды қосып, барлығын араластырып, жылы жерге бір 15-20 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Осылай 2-3 есе көтеріледі. Бетін ашып, тұзымызды қосып, массамызды жақсылап араластырамыз. Ашыған массамызды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Себебі мен біреуіне бояғыш қосатын боламын. Қызыл түсті бояғышты пайдаланбақшымын. Осындай топ декордың бояғышын қосатын боламын. Яғни біреуін қызыл бургер, ал біреуін ешқандай бояусыз жасаймын. Бірақ қалауларыңыз бойынша қара түсті бояғыш қосып, қара бургер жасасаңыз да болады. Ашыған массамыздың үстіне бояғышымызды қосып, оның үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай, бірақ жұмсақ шығу керек. Нормасынан жоғары ұн қоспаңыздар, себебі қатты болып көтерілмей қалады. Қолымызды майлап алып, қамырымызды майлап, ыдысқа салып, жылы жерге қоятын боламыз көтерілгенше. Шамамен 1 сағат уақытқа қоятын боламыз. Екінші бояусыз қамырымызды илейміз. Ашыған массамыздың үстіне ұнымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Бұл да жаңағы тура қызыл бургеріміз сияқты иленеді. Қолымызды майлап, қамырымызды майлап, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз көтерілем дегенше котлетімізді дайындаймыз. Тартылған етімізге пиязымызды, сарымсағымызды және дәміне қарай тұз бұрышын қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Рецепт бойынша 12 штук тоқаш шығады, бірақ фаршты мен тек жартысына, яғни 6 штук қып жасайтын боламын. Котлетімді осындай домалақ форманың көмегімен домалатып, формаға келтіретін боламын. Бұл форманың диаметрі 9 см және қолмен басып сәл жалпайтамын. Мен котлетті жалпы духовкада жасайын деп жатырмын. Негізі өзіңіздің қалауыңызға қарай отқа қуырып алсаңыз да болады. 80 градус қызған пеште 20 минут пісіреміз. Піскен котлеттеріміз осындай болып шығады. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Дайын қамырымызды осылай домалақтап аламыз. Шамамен 80 граммдай болады бір қамырымыз. Осылай домалатып, баспай формамызға салатын боламыз. Барлық қамырды осылай жасап шығамыз. Қызыл қамырмен де осылай жасаймыз. Барлығын домалатып, противенге салатын боламыз. Енді қамырымызды осы күйінде бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа немесе 40 минутқа қойып, көтерілгенше күтеміз. Тоқаштарымыз осындай болып көтеріледі. Көтерілгеннен кейін бір жұмыртқаны араластырып, бетінен басып алмай осылай жағып шығамыз. Және ақ кунжуттарды сеуіп шығамыз беттеріне. 180 градус қызған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Піскен тоқаштарымызды суытамыз. Осындай үлпілдек тоқаштар шығады. Кезекте салмасын дайындаймыз. Салмасына салат жапырағын жақсылап жуып, құрғатып аламыз. Қиярымызды тураймыз. Қызанағымызды да домалатып турап аламыз.
Және осындай чизбургерге арналған сыр қолданатын боламын. Соусына кетчуп пен майонезімізді жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған тоқашымызды ортасынан бөлеміз. Соусын жағамыз. Үстіне салат жапырағын, оның үстіне котлетімізді, ірімшігімізді, қызанағымызды және қиярымызды салып, екінші тоқашымызды үстіне жабатын боламыз. Бірінші бургеріміз осымен дайын. Енді қызыл бургерімізді дәл солай жасап шығамыз. Бірақ қызыл бургерға мен ірімшікті пайдаланған жоқпын. Қалғанын бәрін тура солай жасап шығамыз. Осындай өте әдемі, тартымды, дәмді бургеріміз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.